көңілді айлар шеруі. Сәлем достар, көңіл күйлерің қалай? Тамаша! Біз жыл мезгілдерін білеміз. Ал сол мезгілдердің ішінде айлар бар екенін білесің бе? Бір жылда неше ай бар? Қалай ойлайсың? Иә, бір жылда 12 ай бар. Қане, оларды рет-ретмен достастырып көрейікші. Кеттік. Бірінші қаңтар, екінші ақпан, үшінші наурыз, төртінші сәуір, бесінші мамыр, алтыншы маусым, жетінші шілде, сегізінші тамыз, тоғызыншы қыркүйек, оныншы қазан, 11-ші қараша, ал ең соңғы 12-ші ай желтоқсан. Ой, қандай көп! Бірақ қорықпа балақай, оларды есте сақтау өте оңай. Қарашы, бұл айлар мезгілдерге былай бөлінеді. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Балақай, ал сенің туған күнің қай айда? Маған сыбырлап айтшы. Мәссаған, қандай тамаша ай? Жарайсыңдар достар. Бүгін біз жылдың 12 айын үйрендік. Оларды ұмытпас үшін видеоны тағы бір рет қайталап көрсең болады. Келесі кездескенше сау бол балақай!